Алғыс айту күні 2016 жылдың 14 қаңтарында 1 наурыз елімізде алғыс айту күні деп жарияланды. Бұл Қазақстан халқын біріктіруге бағытталған, еліміздің тарихына құрмет көрсетіп, барлық ұлт пен ұлысты бір шаңырақ астына топтастыратын күн. Азаматтардың бір-біріне құрмет көрсетіп, алғыс айтатын мереке. Қазіргі таңда отанымыздың түкпір-түкпірінде әртүрлі ұлт өкілдері ел ертеңіне үлес қосып, еңбек етіп, бейбіт өмір сүріп жатыр. Өткен тарихымызбен адамгершілік, қайырымдылық, жақсылық жасау сияқты ата-бабамыздан мирас болған дәстүрлерімізді, алғыс білдіру мәдениетін жаңа сипатта, жаңғырған түрде білдірудеміз. Сыйластық пен құрметке негізделген жанашырлық жасау, мейірімділік таныту, қолдау көрсетудің тарихи үрдісі жалғасып келеді. Бірлік түбі, береке дегендей бір тұтас ел болуды мирас еткен бабаларымыздың ұстанымын отаншылдық пен әділеттілік, еңбекқорлық пен ауызбіршілік қағидатына айналдырып, оны айналдыруымыз болып саналады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев қазақстандықтарды алғыс айту күнімен құттықтауында, бұл мерекеде ұлтымыздың салт санасында берік қалыптасқан достық, қайырымдылық және ынтымақ сынды мызғымас құндылықтар кеңінен дәріптеледі. Алғыс айту күні қиын қыстау замандарда да мейірімділік пен жанашырлық таныта білген әрі бірлігін бекем еткен халқымыздың ізгі қасиеттерін жадымызда жаңғыртады. Бұрын-соңды болмаған жаһандық сын-қатерлер және еліміздегі ауқымды өзгерістер кезеңінде әрбір азаматтың ел болашағы үшін жауапкершілік танытуы және өзара қолдау көрсетуі аса маңызды деп атап өтті. Алғыс айту күні ортақ тарихымызға көрсетілген құрметтің, бүкіл қазақстандықтардың өз шаңырағына айналған киелі қазақ жеріне деген ризашылықтың белгісі. Бұл мереке мен үшін ең алдымен қазақ жеріне, қазақ халқына шексіз алғыс айту мүмкіндігі, бізді аман-есен алып қалған дәрігерлер, төтенше жағдай кезінде бізге көмекке асығатын өрт сөндірушілер, жалпы еліміздің қауіпсіздігі мен қорғанысын қамтамасыз етіп жүрген полиция қызметкерлеріне алғысымызды білдіреміз.